Баршаңызға сәлем. Менің каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Бүгін сіздерге өте дәмі тіл үйіретін, ерекше және де тез дайын болатын өте дәмді бауырсақтың рецептісін ұсынатын боламын. Толық рецептісін описанияға жазып кетемін. Олай болса, бауырсағымызды бастайық. Таза ыдысымызға бір жұмыртқаны жарып аламыз. Үстіне аз мөлшерде майонез қосамыз және міндетті түрде ашытқы қосып алып, барлығында жақсылап тұрып араластырамыз. Барлығы да толығымен жақсылап бірдей болып араласуы керек. Алдын ала жылы суға біз тұз салып араластырып дайындап аламыз. Енді сол алдын ала дайындап қойған суымызды осы ыдысымызға құйғанда да бірден құймаңыздар, аз-аздан бөліп құя отырып, жақсылап тұрып араластырыңыздар. 2-3 бөлікке бөліп құйсаңыздар, өте жақсы араласады. Келесі кезекте бізде ұнды міндетті түрде елеуіштен өткізіңіздер. Елеуіштен өткенін біріншіден таза болады, екіншіден елеуіштен өтсе нанымыз жақсы көтеріледі. Аз-аз мөлшерден ұнымызды сала отырып, дұрыстап тұрып араластырып, қолға жабыспайтындай нан илеп аламыз. Мінекей біздің нанымыз дайын болды. Оны бірден бетін жауып қоймаймыз. Әбден күштілеп басып, иін қандырамыз. Иін қанғаннан өте жақсы көтеріледі, жақсы ашиды және де өте дәмді болып келеді. Нанымызды әбден басып, жақсылап тұрып иілеп, иін қандырып аламыз. Иі қанғаннан тез ашиды, жұп-жұмсақ болады және өте дәмді болады. Иі қанған нанымызды ыдысымызға салып, бетін жауып, жылы жерге қойып қоямыз. 15-20 минут өткеннен кейін сәл көтерілген нанымызды алып, тағы да бір рет жақсылап тұрып басып алыңыздар. Сонда нанымыз өте жақсы болып көтеріліп шығады. Мінекей біздің бауырсақтарымыз өте жұмсақ және күшті болып ашыды. Енді астына ұн сеуіп, осы бауырсақтарымызды өздеріңіз қалаған мөлшерде кесіп алыңыздар. Өйткені өздеріңізге ыңғайлы кесіп алсаңыздар, жайып бауырсақтың формасын келтіргендеріңізге өздеріңізге ыңғайлы болып келеді. Мен 3 бөлікке бөліп, барлығында жақсылап тұрып, тағы да иін қандырып, басып алып, бетін жауып, тағы да 15 минуттай қойып қойдым. Ол тағы да орында тұрып жақсылап көтеріліп тұрады. Біздің жайғанымызға ыңғайлы болады. Дәл қазір жайсаңыздар, бауырсағымыз біздің жаюға келмейді. Сондықтан бетін жауып, тағы да қойып қойыңыздар. Бауырсақтарыңызды өздеріңіз қалаған қалыңдықта жайып алсаңыздар болады. Мен өте қалың қылып жайған жоқпын, орташа қылып жайдым. Егер қалың болып кетсе, майымыз қызған кезде ортасы піспей шикі болып қалады. Сондықтан орташа жайып, өздеріңіз қалаған формада кесіп алсаңыздар болады. Мен бауырсақтың формасын келтіру өз қалауыңыз, өз фантазияңызда. Біреулер 4 бұрыш кесіп жатады, біреу домалақ кесіп жатады. Бірақ та менің балаларыма осы домалақ бауырсақ болып кесілген өте ұнайды, сүйіп жейді, жақсы көреді. Сондықтан барынша домалақ қылып кесуге тырысамын. Осы кесілген бауырсақтарымыздың барлығын арасын қатты жақын қылмай, алшақтау қойып, бәрін жақсылап тұрып, жабыспайтын жерге тізіп аламыз да, бұл бауырсақтарымызды тағы да 10-15 минутқа қойып қоямыз. Бауырсақтарыңыз жақсы әдемі болып көтеріле бастаған кезде майларыңызды газдарыңызға қоя беріңіздер. Мен тек қана сұйық майға пісірмаймын. Мен арасына тоң май қосып жіберемін. Сонда бауырсағымыз өте майлы болып кетпейді және де тоң майдың арқасында бауырсақтарымыз өте дәмді болып піседі. Мінекей қызған майымызға бауырсақтарымыз салып жатырмын. Бұл өте жақсы көтеріліп, доп-домалақ бауырсақтар болып. Бауырсақтарыңыздың екі жағында қып-қызыл болғанша ұстап пісіріп алыңыздар, ортасы шикі болып қалмасын. Мінекей біздің жұп-жұмсақ және өте дәмді, ауызда еритін, доп-домалақ формадағы әп-әдемі бауырсақтарымыз пісіп дайын болды. Барлықтарыңызға пісіріп көруге кеңес беремін. Менің каналыма жазылып, лайк басып, маған тіркелуді ұмытпаңыздар. Барлықтарыңызға ас болсын.